Интернетте мынадай карта мен оған жазылған мәтін тарап жүр. Онда 1925 жылғы қаулымен Ресей Қазақтың Самара, Орынбор, Орск, Омбы, Түмен сияқты жерін уақытша алған делінеді. Сөйтіп уақытша алу мерзімі 2025 жылы аяқталады делінеді. Енді анықтап көрейік, Қазақстан бұл жерлерді шын мәнінде қайтарып алуына негіз бар ма, жоқ па? Басын ашып алсақ, мұндай құжат деректемелерден ешқашан табылмаған. Ал Кеңес одағы кезіндегі республикалар арасындағы шекара мұндай уақытша құжаттармен бөлінбеген, тек әкімшілік бөлініс құжаттарымен бөлінген. 1920 жылы кеңестік республикалар құрылған кезде территорияларды қайта бөлу процесі жүрген. Бұл уақытша жер беру емес, әкімшілік реформаның бір бөлігі болған. Бірақ ескеретін жайт бар, бұл аталған өңірлер көшпенді қазақ территориясы болғаны рас. Тіпті 1920 жылы Орынбор Қырғыз АКСР астанасы болған. Өзіміз білетіндей, Қырғыз АКСР деп 1925 жылға дейін Қазақ АКСР аталып келген. Алайда 1925 жылы Астана Қызылордаға көшірілген. Бұл аймақтар әсіресе 18 ғасырдан бастап Ресей империясының, содан кейін Кеңес одағының бақылауында болды, және олардың әкімшілік жағдайы негізінен Ресей саясаты арқылы анықталды. Ал бүгінде Кеңес одағының құлағанына 30 жылдан аса уақыт өткенде Қазақстан мен Ресей арасындағы шекара түбегейлі реттеліп қойған. Оған 2005 жылғы шекара делимитациясы туралы келісімді жатқызуға болады. Бұл құжат арқылы қос мемлекет халықаралық деңгейде шекараны бекітіп отыр. Сондықтан 2025 жылы, яғни келесі жылы Ресей бірқатар территорияны Қазақстанға қайтарады деуге ешқандай да заңды немесе саяси негіздеме жоқ.